Қазақстанда ұлттық валюта күні 15 қарашада атап өтіледі. Дәл осы күні 1993 жылы Қазақстан Республикасында жаңа ақша теңге енгізілді. Оның алдында біршама маңызды оқиғалар атап өтілген еді. Ұлттық валюта енгізілгенге дейін Қазақстан аумағында КСР-ның ақшасы мен Ресей банкінде шығарылған 1992 жылғы ақшалар айналымда жүрді. 1992 жылы Қазақстан кеңес рублінің қоймасына айналды. Бұрынғы КСР-ның барлық дерлік республикалары өз валюталарын енгізіп үлгерді. Сондықтан олар жақтан Қазақстанға іс жүзінде қажетсіз ақша легі ағылды. Кідіруге уақыт болмады. Әлеуметтік және қаржы дағдарысы жақындап келе жатты. Бірақ Қазақстанның жаңа рубль аймағына кіруі туралы уағымдастыққа қол жеткізген болатын. Бұған қарамастан 1993 жылдың ортасында Ресей банкі Қазақстан үшін банкноталар бермейтінін жариялады. Сонымен бірге 1993 жылдың 26 шілдесінде бір жақты тәртіппен айналымға жаңа рубль енгізілді. Қазақстан билігі осы сәтте өзінің ұлттық валютасын енгізу бойынша бірегей және өте құпия операцияны жүргізеді. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ештеңеге қарамастан өз еліміздің ақшасын басып шығару туралы қиын шешімді қабылдауға даналығы мен батылдығы жетті. Ақшаның атауы үлкен дау тудырды. Оларды сом, ақша деп атауға ұсынды. Президентке алтын деген атау көбірек ұнады. Бұл ТМД-ның барлық халықтарына түсінікті болатын. Мұндай сөз түркі және славян тілдерінде бар. Дегенмен теңге деген атауға тоқталды. Орта ғасырларда айналымда болған түрік ұсақ күміс монеталары осылай аталған болатын. Қағаз теңгенің дизайны мен авторлық ұжым айналысты. 1 теңгеден 200 теңгеге дейінгі алғашқы қағаз ақшаларды әзірлеуге бірнеше ай қажет болды. Бұл ақшаларда қазақ халқының ұлы тарихи тұлғалары мен сәулеттік ескерткіштер бейнеленді. Теңгенің алғашқы қатарын Англияда Харрисон және Олдар компаниясында басып шығару туралы шешім қабылданды. Бұл банкнот шығаруда 400 жылдық тәжірибесі бар шағын компания еді. Олар тапсырысты орындаудың қатаң құпиялығын қамтамасыз ете алады. Басып шығарылған ақша Лондоннан жасырын түрде Ил-86 ұшағымен тасымалданды. 4 ұшақ тәулік бойы ақшаны жеткізіп отырды. Келген ақшалар бірден Жамбыл қоймасына жөнелтілді. Жалпы алғанда бұл 2 айға созылған жұмыс болды. Ұшақтар үшінші мемлекеттерге қонбай тік рейс жасады. Өйткені банкноттар кедендік рәсімге ұшырамау керек еді. Ұлттық валютаны енгізу туралы жарлыққа 1993 жылы 12 қарашада қол қойылды. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа үндеу жасады. Я подписал указ о введении с 8 часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране национальной валюты тенге. Ұлттық валютаның тарихы мұнымен аяқталған жоқ. Алда Өскемен монета сарайындағы алғашқы монеталарды нақыштау, Алматыдағы банкнота фабрикасының ашылуы тұрды. Осыған қоса пруф жоғары сапалы монеталарды шығару жоспарланды. Бұл арнайы технологиялардың, машиналардың және өңдеу әдістерін қолдану арқылы жасалатын монеталардың ең жоғарғы сапасы. Монеталар жеке режимде жасалып, қол еңбегі қолданылады. Бұл ең күрделі және қымбат технология. Пруф сапасындағы монеталар коллекцияға жатады. Алтын немесе күмістен жасалып, беті айнадай жылтырап тұрады. Пластикалық капсулаларда сақталып, шағын тиражбен шығарылады. Осылайша ең маңызды қадамдар жасалды. Өзіміздің ұлттық валютамызды енгізу арқылы біз өз еліміздің егемендігін және тәуелсіздігін нығайттық.